Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушыларым? Сіздермен бүгін Сұлу апай бүгінгі сабағымыздың тақырыбы трапеция және оның қасиеттері. Трапеция дегеніміз қандай төртбұрыш? Біз төртбұрыштарды оқып жатырмыз. Соның ішіндегі трапеция деп аталатын төртбұрыш ережесі, анықтамасы былай беріледі. Екі қабырғасы параллель, міне көріп тұрмыз, екі қабырғасы параллель, ал қалған екі қабырғасы параллель емес төртбұрышты трапеция деп атаймыз. Трапеция сәйкесінше АВ, СД деп белгілесек, мұндағы параллель қабырғалары АВ және СД. Осы АВ-ны параллель СД-ға осы қабырғаларды табандары деп атайды. Яғни параллель қабырғаларын табандары деп атайды. Ал параллель емес қабырғаларын АД және СВ-ны бүйір қабырғалары деп атайды. Бүйір қабырғалары деп атайды. Трапецияның бізде бірнеше түрлері бар. Соның ішінде бірінші көрсетіп тұрған трапеция бізде тікбұрышты трапеция болады. Неге тікбұрышты? Өйткені трапецияның бір бұрышы тік. Егер бір бұрышы тік болса, оның екінші бұрышы да міндетті түрде тік болады. Өйткені ол трапецияның бүйір қабырғасы параллель екі табандарына перпендикуляр болады. Келесі үшінші жағдайда берілген екінші жағдай дейік. Мынау үшінші жағдайымызды деп қояйық. Қабырғалар, бүйір қабырғалар әртүрлі болған жағдайдағы трапеция, тік бұрышты трапеция. Ал мына екінші жағдайда бізде тең бүйірлі трапеция, яғни егер трапецияның екі бүйір қабырғасы тең болса, ондай трапецияны тең бүйірлі трапеция деп атайды. Ал трапецияның биіктігі деп нені атаймыз? Трапецияның биіктігі деп табанындағы мінеке тұрған Д нүктесінен, мысалы, қарсы табанға түсірілетін перпендикуляр. Мінеке бұл бізде биіктік. ДН деп қояйық. ДН биіктік. Егер трапеция тікбұрышты болатын болса, онда оның тікбұрыш болып тұрған бүйір қабырғасы биіктік ретінде алынады. Келесі трапецияның диагональдары дегеніміз не? Трапецияның диагональ деп В-ны қоссақ және А-сыны қоссақ, бұлар біздегі трапецияның диагональдары болып табылады. А-сы және В-ды диагональдары. Әрі қарай бізден трапецияның тағы бір элементімен танысамыз, ол трапецияның орта сызығы дейді. Ал трапецияның орта сызығы дегеніміз үшбұрыш орта сызығы сияқты екі қабырғасының ортасын аламыз. Мысалы, мен келесі трапецияға салайын. Мына жерден қабырғалардың қақ ортасын аламыз. Осы ортаны қоссақ, мынаны былай жазып қояйын. СД ЕН трапециясы, СД ЕН трапециясында орта сызығы ПН. ПН орта сызық. Трапецияның орта сызығының қандай қасиеті бар? Трапецияның орта сызығы ол табандарына параллель болады және жарым қосындысына тең, яғни екі табандарының қосындысының жарысына тең дейді. Демек, ПН параллель болады Н-ге және ПН параллель болады СД-ға. Сонымен бірге ПН тең болады Н-ге қосу СД, яғни табандарының қосындысының жарысына тең болады. Бұл трапецияның, кез келген трапецияның орта сызығының табандарының жарым қосындысына тең болатындығы туралы қасиеті. Қазір осы қасиеттерді пайдалана отырып, трапецияға есептер шығарып бастаймыз. Қазір шығаратын есебіміз 1/129 есеп. АВСД трапециясы берілген, ВС табаны 4 см-ге тең және СД бүйір қабырғасына параллель ВК жүргізілген дейді. Мінеке біз В нүктесінен бастап СД-ға параллель ВК түзуін жүргіздік.
Есеп былай сұрап отыр. Үшбұрыш АВК-ның периметрі, мына үшбұрыштың периметрі 12 сантиметрге тең, параллелограммның периметрін табыңдар дейді. Есепті шығару үшін алдыменен үшбұрыштың периметрін жазайық. Периметр АВС, АВК үшбұрышының периметрі тең АВ қабырғасы плюс ВК қабырғасы және плюс АК. Осы үшеуі қосындысы қаншаға тең деп отыр? 12-ге тең дейді. Қазір мұқият қарап отырамыз. АВ ұзындығын өз күйінше қалдырайық. Плюс ВК деп отырғанымыз балалар. ВС менен К-ды мына жер тең параллелограмм ғой, мына қарап отырған қабырғаларымыз. ВС АД-ға параллель, ал СД ВК-ға параллель. Олай болатын болса, қарама-қарсы қабырғалар қос-қостан параллель болатын төртбұрыш бізде параллелограмм. Параллелограммның қарама-қарсы қабырғалары өзара тең болады. Неге сонда біз ВК дегеннің орнына СД-ны жазайық. СД плюс енді АК, мына арақашықты өз тұра берсін, тең 12-ге. Бұл периметр үшбұрыштың. Қазір АВС-ды трапециясының периметрін жазайық. АВС-ды. Ал бұл периметр, яғни барлық қабырғалардың қосындысы ғой. АВ қабырғасы плюс ВС қабырғасы плюс СД қабырғасы және плюс АД қабырғасы. Мына жерде мен былай жасап жіберейін балдар. АВ тұра берсін. Плюс ВС да өзі тұра береді. Плюс СД-ны да қалдырамыз. Және АД дегені орнына, мына АД бізде мына арақашықтық қой. Ол АК қосу К-ды, соны жазып жіберейік. АД-ның орнына плюс АК қосу К-ды деп жазайын. Неке болды. Қазір мына трапецияның периметрі бойынша жұмыс жасайық. АВ қосу мына жерге СД, сосын не бар бізде? Плюс АК деген бар. АК плюс К-ды. К-ды деп отырғамыз қанша бізде? К-ды деп отырғамыз ВС-мен тең ғой. ВС бізде 4-ке тең, онда мына жерге мен сол 4-ті жазып қояйын К-дының орнына. Әрі қарай енді бізде не болды енді? АВ-ны жаздық, СД-ның орнына СД-ны жаздық, АВ, СД жазылды. АК плюс 4 дегеніміз, но АД, мына жақтан ВС-ны жазамыз. ВС қабырғасы да бізде 4-ке тең. Әрі қарай тең енді орындарына қойайық. Орындарына қойсақ, бізде не болып тұр? АВ қосу АД, АВ қосу СД, қосу АК. Бұна үшеуін қарандаршы. Неке АВ қосу СД, қосу АК, бұл 12-ге тең. Плюс қалған 2-4 қосамыз. Мына жерге қосу тең 20. Демек, жауап периметр трапецияны деп қояқ. Трапецияның периметрі 20 сантиметрге тең екен. Келесі 1-39 есепті көрсетіп жүрейін. Трапецияның орта сызығы 7 сантиметрге тең. Табандарының айырмасы 4 сантиметр. Енді мен мәжеге бұлай шағындап трапецияны салып жіберейін. Бұл трапецияның табандары де айырмасы. X, Y деп табандарын белгілеп алайық. Трапецияның орта сызығы, мына жерде бізде орта сызық. Орта сызық дегеніміз 7-ге тең дейді. Трапецияның орта сызығы неге тең? Табандарының қосындысының жартысы, яғни X плюс Y бөлу 2 тең 7-ге деп отыр. Мына жер бізде орта сызық 7-ге тең. Ал табандарының айырмасы 4 сантиметр дейді. Y-тен алсақ X-ті, ол тең 4 сантиметр. Мынаны жүйе қылып есепті шығарсақ болады. Әрі қарай X плюс Y тең болады 2 7 14. Ал мына екеу Y минус X тең 4-ке. Мына жүйені біз мынандай қылып ыңғайлы түрде жазып алайын.
y плюс x деп қосылғыштардың орнын ауыстыра салайын, тең 14 және y минус x тең 4-ке. 6 класстан білеміз, қосу ережесін пайдалансақ, x-тар жойылып кетеді, 2y қалады. 2y тең 14-ке 4-ті қоссақ, бізде болады қанша? 18. Y-іміз тең болды 9-ға. Ал y 9-ға тең болса, мына жерге қойсақ, 9 азайту x тең 4-ке, бұдан x тең 5-ке. Демек, трапецияның табандары біреуі 5-ке тең, жауабы. Трапецияның табандары 5 сантиметрге тең, екіншісі 9 сантиметрге тең. Неке бұл берілген 1/139 есептің жауабы. Қазіргі шығаратын есебіміз 1/131 есеп. АВС-ды трапециясы берілген теңбеулі бер қабырғалар ады тең СВ-ға, ол 24 сантиметрге тең. Және сүйір бұрышы 60 градус дейді. Табандарының қосындысы 44-ке тең. Осы табандарының ұзындығын табыңдар дейді. Трапеция тең берілі болғандықтан, оның табандағы бұрыштары да өзара тең болады. Есепті шығару үшін біз D нүктесінен биіктік түсірейік. Және С нүктесінен де биіктік түсірейік. Тең берілі трапецияда біз осындай салу жұмыстарын көбіне орындап отырамыз. П, Н. Мінеке қараймыз. Бізде мына жердегі бұрыш А бұрышы 60 градус. Ал А, Д, П бұл тік бұрышты үшбұрыш. Онда Д бұрышы А, Д, П бұрышы бізде 30 градус болады. Біздегі бер қабырға қаншаға тең? 24-ке тең ғой. Енді мұқият қараймыз. Тік бұрышты үшбұрыштың 30 градустық бұрышына қарсы жатқан катеті гипотенузаның жарысына тең қасиеті бойынша АП-ның ұзындығы 12-ге тең. Дәл сол сияқты екінші НСВ үшбұрышында да 24 мына қабырға бізде болады 12-ге. 60 градус дәл осындай. Мына жердегі бұрыш бізде 30 градусынан 2 сызықпен қойып қояйық. Өйткені әртүрлі бұрыштар ғой. Ал біз бұлай жасайық. С-ды қосу АВ 44 деп отыр ғой. С-ды мен X деп алайын, ал АВ-ны Y деп алайын. Мына А-дан В-ға дейінгі ара қашықтықты Y деп алайын. Мына ара қашықтық бізге белгілі X-қа тең болады ғой. ПН ара қашықтығы С-д НП тіктөртбұрышы бойынша. Олай болатын болса, қазір біз теңдеу құрайық. X бұл кіші табан ғой. X плюс үлкен табан бізде АВ. АВ деп отырғанымыз Y. Немесе бұлай жазсақ болады. АП, ПН, НВ. Осы үшеуінің қосындысынан тұрады. Мұна АВ деген табаны 3 ара қашықтықтың қосындысынан тұрады. АП, ПН және НВ. Олай болса, сол сандарды қоятын болсақ, 12 мына жерге дейінгі ара қашықтық. Ал мына ара қашықтық X-ға тең ғой. Плюс X плюс NV ара қашықтық. Бұл да 12-ге тең. Табандарының қосындысы 44. Біз теңдеуді құрамыз. Сол кезде X-тарды қоссақ, 2X плюс 24 тең 44. Әрі қарай 2X тең 44-тен 24 алып тастаймыз. Бұдан 2X тең 20 қалады. X тең 20-ны 2-ке бөлеміз 10. Біз X деп қай қабырғасын, қай табанын белгіледік? С-ды белгіледік. Демек, С-ды бізде тең болды 10 сантиметрге. Ал АВ екінші табаны екеуінің қосындысы 44 болса, 44-тен азайтамыз 10-ды. Сонда қалады 34 сантиметр. Демек, АВ тең 34 сантиметрге. Неке трапеция тақырыбына әлде де көп есептер бар, балдар, барлығы да осылай шығаруға болады. Құрметті оқушылар, осымен біздің трапеция және оның қасиеттері тақырыбына арналған сабағымыз аяқталды. Келесі сабақ бізде үшбұрыштың тамаша нүктелері деп аталады. Біздің сабақтарымыз ұнаса арнаға тіркеліп
өздеріңіздің пікірлеріңді қалдырып отырыңдар, және әрбір сабақты достарымызбен, сыныптастарымызбен бөлісіп отыруды ұмытпайық. Сонымен қатар қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше.